Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, сіздерге бір үлкен шок жаңалығым бар. Әсіресе мына қыз асырап отқан, бала бағып отқан, мектепте бала оқытып отқан ата-аналарға. Қазіргі таңда мына Телеграм желісінде үлкен чаттар ашылатын болыпты, көптеген әңгімелесу. Мені кім қосқанын білмеймін. Алла өзі айдап барды ма, 10 шақты чатқа біреу мені қосып жіберіпті. Содан әңгімелерін ұғып, сіздерге дереу хабар бергім келіп отыр. Қазіргі таңда сол чаттарға кіріп әңгімелерін ұғып көрсем, ол жердегі айтылып жатқан әңгіме сол чаттарды ашып отқан адамдардың ойы адамдарды жинау, адам қосып жібереміз деп отыр. Тағы да біреумен прикол ұстап отыр. Кім не айтып отыр, бір-бірін ұғып отқан жоқ. Ана жерде 1000 адам жазып отыр. 3000, 5000 бір чатта, 16000 бір чатта, 50 000 адамдар бар екен. Ол жерде кейбір андай болады ғой, шәріші балалар. Чотам қыздар, мамаларың өсті ма дейді. Мама деген түсініп отырсыздар ғой, көкірек деген. Чотам бірдеңке істейміз ба? Біреулер жазып отыр, үлкенірек жыпылар ғой деймін. Аңқылдаған видеолар жіберем деп отыр. Ана жерде кішкентай қыздар да отыр. Чотам қосамыз ба деген әңгімелер кетіп жатыр. Ата-аналар, осыдан сіздер хабарларыңыз бар ма? Балаларыңыздың телеграмын, тиктогын тексересіздер ме? Барлығы сол жерде отырған 16-15 жастағы қыздар мен балдар. Оның арасына кіріп алған үлкендер әңгімені бұзып, қоғамды тәрбиелеп отқан міне солар. Осындай жаман әңгімелермен жылдам таратыңыздар. Барлық қыз асырап отқан, баласын мектепте ұстап отқан ата-аналар, бұл қиын жағдай. Ертең күні бастарыңызға салмасын. Әрбір қазақтың қызы қарындасым болған соң, әрбір қазақтың баласы менің бауырым болған соң, жаным ашып айтып отырмын. Әр қазақ жалғызым, бір-бірімізге осындай жерден хабар беріп, жаман нәрселерден сақтанып отырайық. Әсіресе қазіргі таңда мына тиктоктағы ойындардан, телеграмдағы сондай чаттардан абай болыңыздар. Балаларыңызды абайлаңыздар. Қазіргі көп ойнап жүрген балаларыңызды PUBG, сондай сияқты ойындардан сақтаңыздар. Ол адамды өлтіруге мәжбүрлейтін, соған үйрететін, соған тәрбиелейтін нәрсе. Біз бала кезде қайтып өстік, асық атып, көшеде шыбық мініп өстік. Ары кетсе парктерді доп ойнап өстік. Балаларыңызды сөйтіп кішкене далаға шығарыңыздар. Телефондарын міндетті түрде тексеріңіздер.